Барлықтарыңа сәлем, сендермен бірге алба-жұлба, аяғы сәл-пәл ауырлап қалған Путиманка. Ой, бұл менің алғашқы жүктілігім болғаннан кейін қызық сезімде жүрмін. Токсикоз мені айналып өтпеді, бар таңертең тұрған кезде айта алмаймын өле. Даже біреу қасымда тұрып десе, мен тағы екі есе даже осылай бізге көрсетсеңдер де біз құсамыз. Менде өте сезімтал адаммын ғой. Құсу рефлексиясы дей ма, сол қазір менде өте жоғары. Сол мен не айтпақшымын. Мен енді аяғым ауыр ғой, бірінші рет енді дым көрмеген ғой, қызық болып жүрмін. Жеріктік дейтін зат бар да, жерік болып жүрмін. Ендегі толтыра алып аламын ғой. Мен жүкті болмай тұрып қызғанбайтынмын. Үйде братишкамен күйеуім бар да, тамамды қызғанам. Сосын неге жүкті әйелдермен күйеу жағаласып кетеді? Мен жеп отырамын өзім. Мамит қарап отырады. Сән бер шегім кеп тұр дейді. Мен и так өзім қызғанып тұрмын ол тамақты. Сосын братишкам шығады. Бер шегім кеп тұр деп. Неге жағаласып кетесің де? Мен бұрын қызғанбайтын едім, бірақ ше, жаман сезім екен, тамақты қызғану дейтін. Соны жеп қойса, сосын жылайсың ғой. Мен оны әжер жеп жүрмін, ал сендер жарысып, менімен неге жағаласып кеттіңдер деп. Ақырындап андай пашықтілікский, декретский, сондай әңгіме бастай берейін, екібатский. Менде жүктіліктің алғашқы белгілері болып жатыр. Бірінші триместрдің жүрек айну, по графику, таңертең обязательно, түсте, кешке, ұйықтарда. Мысалы, қазіргі отырғанның өзінде де мен жүрегім айнып отырмын жүр. Бір түрлі айнып еще бар ғой. Лоқси бересің, құсуға қорқасың. Сосын екінші ұйықтай беру. Ұйқың вообще қанбайды. Сосын энергия вообще жоқ. Сосын қарайып бастайды екен. Сол, күшті мама боламын мен, отвечаю. Давайте.